Бұрынғы белгісіз бір ауылда қанағат дегенді түсінбейтін бір бай өмір сүріпті. Неге сондай қанағатсыз екені белгісіз. Өмірінде басқа адамдарға бірде-бір рет көмектеспеген көрінеді. Байдың үйінің алдында бір ағаш өсіп тұрады екен. Жаз болса, бай сол талдың түбіне көрпеше салып демалғанды ұнататын көрінеді. Сол ауылда ақылды да бір бойдақ жігіт тұрыпты. Бір күні әлгі бойдақ жігіт сырттағы күріш алқабында жұмыс істеп жүреді. Күн қатты ыстық болған соң, ол әлгі бай үйінің алдындағы талдың көлеңкесіне барып жайғасады. Талдың көлеңкесінде демалып жатқан байдың жанына барып, бойдақ жігіт тынығып жатады. Бір кезде демалып жатқан әлгі бай оянып: «Әй ақымақ, сен біреудің көлеңкесінде демалып жатқаның қалай?» дейді. Қарынды да қалталы байдың сөзіне жігіт шошып кетеді. Сөздері, көздері алайып қарап жатады. Бір кезде ол байдан: «Мырза, мына ағаштың көлеңкесі де сіздің затыңыз ба? Сіздің меншігіңіз бе?» деп сұрайды. «Мынандай ақымақты көрдің бе? Мына талды менің бабаларым, аталарым егіп кеткен. Біздің әулеттің заты болмағанда, кімнің заты болады деп едің? Тез табаныңды жалтырат бұл жерден», дейді бай. Бойдақ жігіт байдың сөзін естіп, зығырданы қайнап, жеп көріп қалады. Қанша бабалардың егіп кеткен талы болса да, мынандай ыстық аптықта көлеңкеден қуу адам миына сыймайтын іс қой деп ойлаған жігіт, байды қалай тақырға отырғызып алдасам екен деп қайтадан сөз бастайды. «Мен сонда білмей қателік жасаған екенмін. Ағаштың көлеңкесі маған сондай қажет еді. Оны маған сатыңыз. Қалай?» деп жігіт оған қарайды. Жігіттің сөзін естіген бай бірден басын жерден жұлып алып, ойланып қалады. «Ақша төлеп мына талдың көлеңкесін сатып алам дейсің бе?» «Иә, солай мырза». «Жақсы, олай болса, ағаштың көлеңкесін саған сатайын. Мырза, енді қаншаға бересіз?» «Былай, өзі талдың көлеңкесі мен жалпақтығына қарай 5 нюан ақша берерсің. Байдың сұрағаны көп болса да, сол күн алған қарызына жігіт бел буып, талдың көлеңкесін сатып алады. «Ал жақсы, санап алыңыз, міне 5 нюан», дейді жігіт. 1, 2, 3, 4, 5. Дұрыс болды. Бұдан бұлай мынау сенің меншік көлеңкең, дейді бай. «Иә, дұрыс айтасыз мырза, әрине. Енді сіз мына көлеңкенің астынан шығыңыз тез». «Ақымақ, байығаныңды көрейін, ағаштың көлеңкесі не пайда әкелер екен?» деп бай басқа ағаштың көлеңкесіне орын ауыстырып, 5 нюанын санап мәз болып жатады. Біраздан кейін күннің көзі батыс жаққа түседі. Батыс жаққа күннің батуы ұзақ болған соң, жігіт сатып алған ағаштың көлеңкесі байдың ауласының ішіне созылып түседі. Жігіт меншікті көлеңкесінің соңынан жүріп, байдың ауласына қарай орын ауыстырады. Бірақ бұған бай ашуланып: «Сен ақымақ, басқаның ауласын неге баса көктеп кірерсің? Не қып жатырсың? Шық», дейді бай. «Мырза, мен ағаштың көлеңкесінде тынығып жатырмын. Сіз 5 нюанға сатқан ағаштың көлеңкесі емес пе бұл?» Бұл сөздерді жігіт саспай айтады. Жігіттің сөзінің жаны бар. Бай әрі қарай аузын аша алмайды. Күннің жылжуына қарай ағаштың көлеңкесі жылжып, байдың үйінің ішіне түседі. Жігіт аяғын да шешпей байдың үйінің ішіне кіре берісіне жайғасып алады.
Бай тағы ашуланып, «Ей, сен, неге біздің үйге аяқпен кіресің, тез шық» дейді. «Не деп тұрсыз, мырзам? Мен жатқан жер сіз сатқан ағаштың көлеңкесі емес пе? Мен тек соның соңында жүріп отырмын. Ол қайда түседі, қайда жүреді, мен сонда барып тынығып аламын. Жатамын ба, тұрамын ба, отырамын ба, өзім білемін». Әлде қашан сатып жіберген ағаштың көлеңкесі болған соң, бай бұл сөзді естіп, қарсы бір ауыз сөз айта алмайды. Біраз уақыт өткен соң ағаш көлеңкесі байдың үйінің төр бөлмесіне дейін түседі. Бұл жолы да жігіт аяғын шешпей байдың үйінің төргі бөлмесіне дейін кіріп алады. Ол үй ішіне кіріп, үй ішіндегі адамдарға зеки бастайды. «Ей, тұрыңдар бұлай, бұл ағаштан түскен көлеңке менің көлеңкем. Ешкімнің бұл көлеңкенің астында жатуына да, отыруына да болмайды. Тез шығыңдар» деймін деген бойдақ жігітке үйдің ішіндегі байдың отбасы ештеңе істей алмайды. Байдың отбасы жігітке ағаштың көлеңкесін сатқаны туралы естігенде үйде ұрыс керіс басталып, байдан маза қашады. Байға әйелі де, баласы да ұрса бастайды. Енді сатқан ағаштың көлеңкесін қайтып ала алмайды. Кеш бата ағаштың көлеңкесі жоғала салысымен бойдақ жігіт байдың үйінен шығып, үйіне қайтып отырады. Келесі күні де жігіт ағаштың көлеңкесі түскен жерге келіп жатады. Байдың үйіне түссе соған барады. Солай байдың ес ақылында үйінің ішінің ығырын шығарады. Бай бір күні жігітке сатқан көлеңкесін қайтарып алуға кіріседі. «Мына ақшаны берейін, мұны ешкімге айтпай естімесін. Қайтып көлеңкемді өзіме сат» дейді бай жалбарынып. Алайда байдың сөзінен кейін мүмкіндігі қолында тұрған жігіт көнбейді. «Сіз не деп тұрсыз? Мына ағаштың көлеңкесі болмаса демалатын жер болмайды. Оны қайтып сата алмаймын» дейді жігіт. «Бай, менің жағдайымды ойла. Қаласаң үстіне тағы 5 ниван қосып берейін» дейді. Бай қанша сұраса да жігіт сатпайды, көнбейді. «Қыста мынандай көлеңкені басқаға сата алмаймыз. Мына көлеңкені қайта сатып алам десеңіз, 5000 ниван сатып беріңіз» дейді жігіт. Бай өзінің қателігін айтып өкініп, жер текпілеп ашуланады. Күн батып, ағаштың көлеңкесі кете салысымен жігіт өз үйіне қайтады. Осылай бірнеше күн ол байға маза бермейді. Байдың отбасы үйді қалдырып, алыс жаққа қашып кетуге мәжбүр болады. Соңында 5 ниванға көлеңке сатып алған жігіт байдың үлкен үйіне ие болып қалады. Солай ауыл адамдарына қайырымдылық жасап, көлеңкесінде демалдыратын көрінеді.